Iljan. Avilhan. Var. Ayan. Var. Arsen. Varmız. Aldiyar. Varmız. İlyas. Varmız. Darın. Varmız. Hayrat. Var. Davlin. Yok. Milyan Nurasıl. Nurbol mu var? Nurbol. Var. Так, Бекжан алынды. Мергенбай. Жоқ. Так, Мүслімов Алихан. Бармыз. Так, Мырзахмет Нұралы. Бармыз. Нұрасыл. Бармыз. Жасуан. Бар. Так, Али. Бармыз. Так, Ерасыл. Бармыз. Тілеухан. Бармыз. Так, Диас. İnsan. Бармыз. Енді бүгінгі дәптерлерімізді барлығымыз ашайық. Маскамызды барлығымызға қойайық. Бүгінгі күнгі газ бойынша дәптерлерімізді ашайық. 17-ші ақпан. Жаңа тақырыбымыз 17-ші нұр екі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы материалдар кедергісі. Материалдар кедергісінің негізгі міндеттері. Енді сабағымыздың мақсатын айтып кететін болсақ, бүгін біз техникалық механиканың негізгі бір бөлімдеріне келіп жеттік. Негізгі бөлімдерінің бірі материалдар кедергісі бөлімі. Яғни материалдар кедергісі бөліміне біз негізгі түсінік береміз. Осы материалдар кедергісіндегі негізгі терминдар мен оны қайда қолданылады, практикада мысалдар келтіреміз. Яғни жаңа бөліммен таныса жатамыз. Енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасы бойынша сұрау жүргізіп өтейін. Үй тапсырмасын мынандай қарқайшығымен сіздерге жаңағы қарқайшығын лақтыру арқылы сіздерге сұрақ қоямын. Қарқайшығын алған бала сұраққа жауап береді де, жауап берген соң маған қарқайшығын қайтарасыздар. Ең бірінші, кез келген балаға қарқайшығы түсуі мүмкін, сондықтан да дайын отырыңыздар. Дәптерлеріңіз конспектті жауып қойып. Сабақты бастауымызды жасайық. Бірінші сұрақ. Динамиканың негізгі түсінігі. Аян. Динамика деп механикалық тегін күш әсерінен денелердің материалдық денелердің қозғалысын зерттейтін теориялық механикалық бөлімі. Өте жақсы жауап. Екінші сұрақ. Қуат. Жұмыс шапшаңдығын көрсететін скаляр шама қуат деп аталады. Жақсы. Қуаттың мөлшері? Қуатпен. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Динамиканың бірінші аксиомасы. Кез келген нүктеге басқа дене әсер етпесе, онда ол бір қалыпты қозғалысын және тыныштық күйін сақтап тұра береді. Дұрыс жауап берді ме? Так, келесі аксиома. 4. Жаслан. Екі материалдық нүкте бір-біріне модульдері тең және қарама-қарсы бағыттағы күшпен әсер етеді. Жақсы. Так, Тюхан, Аламбет принципі. Аламбет принципі актив күштерден актив күштер F, реакция күштері R және инерция күштерінің тепе-теңдік күйін сақтайды. Жақсы. Өте жақсы. Енді аксиома 3. Материалдың нүктеге берілген күш иесі үдейлердің жүйесі бойынша анықталады. Өте жақсы. Так, енді принципін айттық. Кинетостатика тәсілі дегеніміз не? Даламбер принципімен есеп шығаратын болса, ол кинетостатика тәсілі. Өте жақсы. Енді тағы бір сұрақ қойып жейін.
Жұмыс Жұмыс деп белгілі бір жол жүру арқылы өлшенетін. Жұмысменен өлшенеді. Жолмен өлшенеді. Өте жақсы. Сұрақтарға жақсы жауап берді. Енді үй тапсырмасын тек қана сұрақтармен ғана шектелмей, жаңағы есеп барысында қолданылған формулаларды да қайталап жіберейік. Ол үшін мен сіздерден жаңағы орыс программасы арқылы үй тапсырмасын тақтаға қараймыз. Мұнда сіздерге жаңағы формулалар көрсетілген. Енді сол формулаға сәйкес өздеріне қажетті жоғарыда анықтамалары көрсетілген. Сол анықтаманы мына ұяшықтарға қажетін орналастыру керек. Біріншісін бірінші формула ол қайсының формуласы? Аксиома 2 ол қайсысы түстегі? Көк түстегі. Ал белгі көз. Орнына қойып көрейік, соңында тексереміз басын. Отыра ғой. Келесі формуланы. Жұмыс деген ол міне Б, Д, үшінші тұра. Жақсы. Келесі. Мына активно жауап береміз. Бұлдар. Иә? Барлығымыз қарсамыз бұлдар. Қуат деген? Жақсы. Келесі. Пайызға? Дала бер принципі. Ол қайсыған келеді? Ең соңғысына. Мұна жерге ұмыт кетті. Екіншісі. Екіншісі не болады? Қозғалыс мөлшерінің теоремасы. Жақсы. Енді тексеріп көрейік. Жауаптарымыз бар. Өте жақсы. Жауаптарымыз барлығымыздан дұрыс жауап алды. Енді үй тапсырмасы осымен сұрау тамамдалды. Енді жаңа сабақымызға көшейік. Дәптерлерімізді ашайық. Енді жалпы жаңа айтып өттік қой, техникалық механика дейді. Оқиятындай. Техникалық механика жалпы негізгі қандай бөлім? Қараңыздар, беріктік шарты қалай орындалады? Беріктік қалай жоғарында бөлшек бірнеше бөлікке бөлініп, яғни беріктігін жояды деп тұр. Енді қараңыздар, сыртқы күш F мысалы денеге әсер етіп тұр. Егер осы жағдайда дене өзінің қирап жататын болса, ол өзінің немесін жояды, беріктігін жояды деп атаймыз. Енді қараңыздар, қатаңдық дейді. Қатаңдық дейді, сырт денеге, мысалы мынау бізде білік сырттан күш әсер етіп тұрса, оған егер ол иіліп жатса, яғни деформацияға ұшырап жатса, бұндай дене немесі қатаңдығын жояды. Яғни енді келесі үшінші қасиеті орнықтылық дейді. Орнықтылық қараңыздар, тағы сырықтар берілген, сырықтарға F сыртқы күштер әсер етіп жатыр дейді. Сонда егер ол орнынан ауытқып кететін болса, бұл денені біз орнықсыз деп атаймыз. Яғни осы үш қасиетті қарастыратын ғылымды біз материалда белгісі деп атаймыз. Жалпы түсінікті ғой, нені қарастыратын. Енді қараңыздар, материалдар кедергісінде мынандай гипотезалар қолданылады. Бір тектілік, бір тұтастық, изотроптық және серпімділік. Жазып қойыңыздар. Бір тектілік дейді. Бір тұтастық дейді. Изотроптық және серпімділік. Бұл дененің жаңағы біз қарастырып отырған денелердің құрылымы бойынша осындай топтарға бөледі екенбіз. Енді осыған анықтама келіп кететін болса,
материал дегеніміз не? Bir текті материал дегеніміз, яғни дененің қай жерінде болмасын, оның қасиеттері бірдей болады. Оған мысал келтіре өтсек, мысалы, үйдегі қамырдың өзін алатын болсақ, оның кез келген бөлігін сындырып алсақ, оның құрамы қандай болып келеді? Bir текті бірдей. Қай бөлігін алсақ та, жаңағы құрылымы бойынша бірдей болып келеді. Келесі бір тұтас денелі. Яғни затпен толтырылған ешбір қуысы жоқ денені бір тұтас дене деп атаймыз. Яғни жаңағы металдар, мысалы прокаттар, кез келген металдар жасалған денені алатын болсақ, бұнда біз оны бір тұтас ал, басқаларымызды Беріктік дегеніміз сыртқы күш әсеріне сынбай қирамау. Қирамау қасиетін біз беріктік деп атаймыз. Жақсы. Келесі Гүрташа. Массив денелер. Нұрбол, сен айтшы. Массив деген үш өлшемі бірдей болады. Үш өлшемі бірдей денені массив дене деп атайды. Жақсы. Келесі қабыршақ. Қабыршақты. Қабыршақ дегеніміз Көздер деген. сол самолеттарда көліктерде кездеседі. Соға күнделікті орнып қалатын болсақ, оның мына бетін біз неге? Өйткені ол қалай пластина сияқты, бірақ та не істеп тұр? Біраз иіліп тұр. Сондықтан да оны біз қабыршақ деп атаймыз. Жақсы. Енді соңғы яшыққа жауап берейік. Қатаңдық дегеніміз не? Қыса. Қатаңдық дегеніміз ол дененің деформация қабілеттілігін. Қатаңдық деп атайды. Жақсы, рахмет. Кішкене белсендірек жауап береміз, өйткені Диас, Расыл қолдарын көтеріп отырады. Айхан, қалғандарымыз кішкене тыныш қана отырмыз. Жауап берейік. Так, енді келесі. Тағы бір сіздерге мынандай кесте беріліп тұр. Иә, жоқ әдісі бойынша жауап берді дейді. Енді мына сіздерде кестеде анықтамалар берілген, оның не дұрыс, не бұрыс екеніне жауап беруіміз керек. Кім шығады? Бәріне ме? Жоқ, жеке шығамыз. Біріншісі дұрыс қой ма? Деформация деген ішкі форманың өзгеруі. Диас, барлығымыз қол көтеріп жауап беріңіз. Дұрыс айтасыздар. Сыртқы форманың өзгеруі, яғни бұл тұжырым дұрыс па, қате ма? Қате болса қалады екен. Келесі сұрақ. Материалдар келесінің дейді, сыртқы күштерді қарастырады. Материалдар келесі. Дұрыс. Сыртқы күштерді қарастыра ма? Жоқ. Ішкі күштер қарастырады. Яғни сыртқы күштер әсері бастағанда біз оның ішкі қасиеттерін қарастырамыз. Келесі. Үшінші, сіздерге көріп тұр ма? Дененің әр нүктесіндегі қасиеттері барлық бағытта бірдей дене, бір текті деп аталады. Дұрыс. Али? Bir tek 90 alma. Ya, dursaydı. Dört ya muğalim. Dördüncüsü dürüst. Жақсы. Келесі, Dördüncüsü. конструкция элементтердің беріктілігін, қатарлығын және орнықтылығын зерттейтін ғылым материалдар кедергісі дейді. Қайрат? Dürüst. Дұрыс. Жақсы. Bir tutas deneyde dürüst muayız. Енді бір тұтас денелік Ешбір пулсы жоқ. затпен қол толтырылған ешбір қуысы жоқ. Дұрыс. Бәріміз қолмен жауап бермейміз. Иә? Кішкене қол көтеріп жауап беруіміз керек еді. Так, жақсы. Жаңағы бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларды атап өтейін.
берген жаңағы Ихсан жақсы жауап берді. Ихсан бәрі келген. Келесі Нұрасыл жақсы жауап берді. Диас соңғы жаңа тақырып бойынша жақсы жауап бердік. Расулан жақсы жауап бердік. Осы балалар жақсы жауап берді, қалғандарымыз кішкене қосылып отырдық. Аян басынан соңына дейін сабаққа жақсы жауап берді. Енді жаңа тақырып бойынша сіздерге үй тапсырмасы бойынша жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы. Жаңа тақырып бойыншаға негізгі анықтамаларды жазып келесіздер. Жазып жаттап аласыздар. Содан кейін қосымша сіздерге өздеріңіз жаңағы физика курсынан білесіздер ғой, материалдар кедергісі ғылымы туралы кішкене өздеріңіз ізденіс жасап келесіздер. Жаңағы қандай ғалымдар өзінің үлесін қосты. Сонау Галилейден бастап жаңағы материалдар кедергісіне негізі үлесін қосқан Галилейден бастап Ньютонның жаңағы еңбектерін, көптеген ғалымдардың еңбектерін қарастырып келесіздер. Бұл сіздерге өз беттеріңізбен жаңағы жасайтын жұмыстарыңыз. Жақсы ма? Жазып алыңыздар ғой, жаңа тақырып осымен түсінікті болды ма сіздерге? болды. Сұрақтарыңыз жоқ, енді тақырыптың барлығын жазып алсаңыздар. Тақырыптың барлығын жазып алсаңыздар. Енді қазір біраз сұрақтар қойып шығайық тағы да. Осы неге бойынша деформация бойынша, материалдар кедергісі бойынша сіздермен біраз талдау жүргізіп өтейік. Жалпы материалдар кедергісі сіздерге түсінікті болды ма осы? Материалдар кедергісі жалпы нені қарастырады? Ішкі ғылымын қарастырады. Жаңағы өмірде практикада көп жаңағы бізде кездеседі дедік, жаңағы есептеулер жүргіземіз дедік. Күрделі тақырып, сондықтан да мұқият болыңыздар. Осы бастан бастап жаңағы есептеулер, жаңағы графикалық тапсырмалар келешекте өте көп болады. Енді тамағымызды осымен жаңағы қазір аяқтаймыз. Қазір аяқтағаннан кейін 5 минуттан кейін қайта кіресіздер талдау жүргізу үшін. 40 минут болғандықтан енді қазір талдау жүргізіп үлгермейміз. Сондықтан да құрметті оқытушылар, қазір Zoom программасына осы ссылкамен 5 минуттан кейін қайта кірулеріңізді сұраймын.